Ал армысыздар оқырмандар, бүгін міне Зайсаннан келген оқырмандарымыз Рүстем, Аяулым, Лесная Поляна районынан бір бөлмелі үйді алу барысында енді басынан бастап қалай болды, қайдан бізді көріп келдіңіздер, қысқаша айтып берсеңіздер, иә? Бір жыл бұрын Инстаграмнан көрдік Әділді. Инстаграмнан көріп, қарап, осылай үй алғандарға кілт беріп жатқанын, осы Қосшы қаласынан, Лесная Полянадан. Соны келдік, хабарластық. Лесная туралы видео түсіргенбіз, соларды көрдіңіздер, видеоларды. Видеоларды қарадық, үйлер бәрі жаңа, двор жаңа, барлығы қолжетімді, жанында бәрі бар, магазин, мектеп, детсад, бәрі бар екен. Содан кейін өз көзімізбен көрейік деп келдік. Әйелім, мен, қызым үшеуміз келдік. Енді жаңа айтып жатыр қиыншылықтар деп. Енді сондайға қиыншылықтар болған жоқ. Бір жеті ғана болды, міне уже алып алдық. Кілт алдыңыздар, иә? Просто выходной болып қалды, бір-екі күн демалыс болып жат қалдық. Әйтпесе одан ертерек алар едік. Әділге хабарластық. Келіп көрсетті. 5-6 үй бар деді. Уже 3-ші үйден тоқтадық, сразу ұнады да осы үйге нетейік, осы үйді алайық деп. Болды, хозяйкасымен сөйлесіп, сразу документін істедік. Міне уже кеш алып алғанбыз кілтін. Кеш алып алдық. Үй жақсы, орналасқан жер жақсы. Жаңа үйлер, парковкасы да, дворы да бәрі бар. Астанаға 15 минуттық жер. Мына жерде міне тура алдымызда остановка да бар. Магазин, Сулпак бәрі тұр, Магнум, магазин, Сулпагы да, үлкен немелерде бәрі тұр. ЛРТ салынып жатыр болашақта. Аэропорт салады деп жатыр одан ары. Әділге көп рахмет. Көп көмегі тиді. Енді көп жүгірген жоқпыз ары бері. Оңай табылды, оңай алынды. Жақсы, құтты болсын. Осы баспаналарыңыз құтты болсын. Осы бір бөлмеден басталып, ары қарай 2 бөлме, 3 бөлме расширение дейді ғой, үлкейіп, көркейе беріңіздер. Сендеріңізге үлкен алғыс. Бізге анау Зайсаннан келіп, бізге келіп осылай жұмыс істеп жатқандарыңызға алғыс білдіреміз. Жақсы, құтты болсын баспаналарыңыз. Рахмет.